менен жүрөдү. Ұлттық ерекшелікті сақтай отырып, әлемдік білім үрдісінен қалыспай бірге даму Монғолияның білім беру жүйесі саласының басты мақсаты. Осындай құрылымменен біз 12 жылдық білім жүйесіменен жүріп келе жатырмыз. Ары қарай келесі слайдқа. Енді осындай білім жүйесінде қазақтар, және 4%-ын құрайтын қазақ балалары, яғни 25 мың қазақ баласында қандай проблема, қандай жетістіктер бар дегенде, біздің жетістігіміз Монғолияда ең алғашқы қазақ балаларына арналған мектеп 1928 жылы орнаған. Алла қаласа 3 жылдан кейін біз 100 жыл қазақтарға арнап Монғолияда мектеп ашылуының 100 жылдық мерекесі 3 жылдан кейін тойланады, аманшылық болса. Сол 100 жылда қазақ тілі деген пән ешқашан пән ретінде үзілмеген. Бірден 12 сыныпқа дейін бізде ана тілі, яғни қазақ тілі менен әдебиеті деген пән осы Байынкөл аймағындағы 40 мектепте арнайы пән ретінде оқытылады. Бұл біздің ең үлкен мақтанышымыз. Тағы да бір жетістігіміз, біз өз ортамызда ешқандай шектеусіз өзіміздің қазақ тілімізде және тубалар туа тілінде сөйлесетін мүмкіндікке иеміз. Ол біздің заң жүзінде қорғалған құқығымыз. Сондықтан біз енді бұл ең үлкен мақтанышымыз, осы Монғолиядағы туып өскен қазақтардың. Қандай мәселелер бар? Ең басты қиыншылық біздің жаңа негізгі заң бойынша аз ұлт балалары өздерінің ана тілінде бастауышпен мектепке дейінгі білімді өздерінің ана тілінде алады деген заң бар. Сол бойынша бірден 5 сыныпқа дейін жаңағы қазақ балалар қазақша, барлық пәнді қазақша оқиды. 2 сыныптан бастап моңғол тілі пәні жеке пән ретінде моңғолша үйретіле бастайды. Математика, жаратылыстану не бар, бейнелеу өнері барлығы ана тілінде жүріледі. Сосын 6 сыныпта жаңағы орта сыныпқа көше салысыменен барлығы мемлекеттік тілде, моңғол тілде. Осы біздегі ең басты қиыншылық. Өйткені 5 жыл бойы өзінің ана тілінде жүріліп келген математика пәні, мысалы, 6 сыныпқа өте салысыменен оқулығы да моңғолша, жүрілуі де моңғолша, мұғалім де моңғолша сөйлейді. Үстігенде жаңағы балада ешқандай да қосу, алу, көбейту, жай бөлшек деген сияқты ғылыми тіл жоқ. Бірден моңғол тіліне көшкен кезде балаларда жаңағы үлкен дағдарыс болатынын біз зерттеу арқылы түсіндік. Сондықтан осы дағдарысты шешудің ең басты жолы не дегенде, жаңағы қос тілде үйрету. Яғни баланың ана тіліне негіздей отырып келесі тілге көшу керек дегенде, осы 17 жылдан 19 жылға дейін біз зерттеу жұмысын жасадық. 19 жылдан 21 жылға дейін 2 жыл аймақтық 2 үлкен мектепте, 3 және 5 мектепте тәжірибеден өткіздік. Сосын осы 21 жылдан енді қазірге дейін біртіндеп осы Клейл әдістемесіне толықтай көшіп келе жатырмыз. Келесі бір енді қиындық деуге де келіңкірмейді. Енді негізгі кедергі бұл біздегі Монғолиядағы сабақ беріп жүрген қазақ мұғалімдердің қазақ балаларына ары қарай бара ғой, бара тұр. Кешіріңіздер. Сосын маманды мұғалімдердің көбісі Монғолияның жоғары оқу орындарында білім алған. Жоғары оқу орындарында білім алғандықтан Монғолияның жоғары оқу орындарында білім алғандықтан ол кісілерге қазақ тілі деген пән өтілмейді. Жаңағы слайдыңызды қоя беріңіз. Қиындықтар. Сосын маманды мұғалімдер қазақ тілінің академиялық тілі жағынан ақсайды. Менен кейін осыдан кейінгі айтылатын баяндамада бұл толығырақ тоқталынады. Сондықтан мұғалімдердің қазақ ана тіліндегі академиялық ғылыми тілін жетілдіру деген мәселе біздегі тағы да бір енді кедергілердің біреуі болып отыр. Осындай қиындықтарды енді шешудің қандай жолдары бар дегенде қарастырғанда, біріншісі қос тілде білім берудің құқықтық негіздері онсыз да енді сақталынған. Бізде қос тілде білім беруге болады деген жаңағы білім беру заңында, Монғолияның білім заңында енгендіктен ол құқықтық негізі шешілген. Келесісі
осы ана тіліне негізделген қос тілде үйрету әдістемесін мектептерде түбегейлі енгізетін болсақ, біз баланың ана тіліне негіздей отырып, келесі тілді үйрететіндей толық мүмкіндікке ие болады екенбіз деп, осындай жолдарды қарастырып отырмыз. Келесі, мынау жаңа негізінде айтты, Моңғолия халқының 4%-ын қазақтар, 0,4%-ын тұлғалар құрайды. Сосын аз ұлт балаларының білім алу құқығы Моңғолияның конституциясы мен мемлекеттік тіл туралы заңы, білім туралы заңдар бойынша кепілдендірілген. Осы заңдардың негізінде біз өз ана тілімізді дамытуға толық мүмкіндігіміз бар. Сосын жаңа да айтып өттім, моңғол тілі оқытылады, 6 сыныпта моңғол тілінде оқытылғандықтан осы кілел әдістемесіне көштік деп. Енді кілел әдістемесіне көшу үшін оның жаңағы негізгі құрал жабдықтары әзірленуге тиісті. Сондықтан біз 19-шы жылдан бастап Моңғолияда алғаш рет қазақ балаларын алған осындай оқыту сөздіктерін жасау. Мысалы, бейнелеу өнері пәні бойынша, тұтас жаратылыстану пәндері бойынша, жаратылыстану, математика, биология пәндері бойынша моңғолша, қазақша, қазақша, моңғолша сөздіктер жасау ұйымдастырыла бастады. Әзірше бізде 4 сөздік басылды, 5-ші сөздік дайын, 6-шы сөздік ол география пәні бойынша сөздік әзірлеу биылғы 25-ші жылғы жылдық жоспарға енгізіліп отыр білім институтының. Сондықтан біз енді жыл сайын осылай сөздіктерді әзірлеу. Ол енді сіздерде кейбір мектептерде шешіліп қойған мәселе, аз ұлт балаларын оқытуда Қазақстан тағы да көп жақсы назар аударады. Жоғары мектептер, тәжік мектептер. Сол тұрғыдан ол Қазақстан үшін енді бір үлкен жаңалық емес, ал Моңғолия үшін бұл жаңалық. Өйткені ол алғаш рет екі тілде сөздік жасалынып отыр. Ары қарай. Ана тілін дамытудағы кілел әдістемесінің әсері осы 4-5 жылда біз нені байқадық дегенде, әр тілдің өзінің иммунитеті болады. Оны сіздер жақсы білесіздер маман ретінде. Моңғол деген халықтың бір жақсы ерекшелігі бар. Бұл тілдің иммунитетін өте жақсы сақтаған. Шынын айтқанда, біз жаңағы былай қараймыз ғой. Бұл иммунитет деген сөздің өзі жаңағы халықаралық термин. Сондықтан оны өзгертудің қажеті жоқ деген бір көзқарас бізде бар. Ал моңғолдар бұл шет тілден енген сөз біздің тілімізге келешекте зиян тигізеді деп қарайды да, бұл иммунитет деген сөздің өзін аударып тастаған. Моңғолдар қазір бұны дархла дейді. Сондықтан жаңағы моңғолдарда шеттен енген сөздер көп қолданылмайды тілдерінде. Бізде де осы қалыпты сақтағымыз келеді, бірақ шын айтқанда бізде әзірше шамамыз жетпей жатыр. Өйткені біз шетте жүрген қазақтар болғандықтан біздің негізгі сүйенеріміз Қазақстан. Ал Қазақстанға қарасақ, онда бәрі орысша немесе басқа тілде. Сондықтан біздегі ең негізгі нәрсе біз өзіміздің ана тіліміздің иммунитетін сақтай отырып, қандай жақсы крем бар, сондай жағу керек. академиялық қазақ тілінің деңгейін, мәртебесін көтеру мәселесі осы кілел әдістемесімен қатар алынып жүрілуге тиіс екен. Сондықтан біз шынын айтқанда Моңғолиядағы қазақтарда тұрмыстық қазақ тілі жақсы сақталынған, ауызекі сөйлеу тілі. Бірақ академиялық тіл жоқ, ғылыми тіл. Сондықтан осы ғылыми тілді жақсарту үшін бізге ең керек нәрсе кілел әдістемесі. Келесі мәселе, терминдерді, атауларды нақтылап бір жолға қою. Мысалы, бейнелеу өнерінде моңғолдарда мысалы дагнас деп айтады. Мен бұны Қазақстанның оқулықтарынан қарап едім, бұл орысша екен. Сондықтан мен бұны қазақтың ежелгі ою өрнегінде таңдай деген жақсы сөз бар. Мына қызыл ала болып көрсетіліп тұр ғой. Мына сурет. Осы суреттегі тұрған мен таңдай деп алдым. Мүмкін сіздердің іштеріңізде бейнелеу өнері, сурет, технология саласының мамандары отырса,
өтірік ба шын ба дегенді тағы көрер. Енді осы сияқты мысалы мына таңдай деп алсақ, таңдай деген қазақтың қолөнерінде ежелден бар. Мысалы таңдаймен өрмек тоқитын, таңдай деген бедерменен деген сияқты. Мысалы асыл деп моңғолдар аударып тастаған, оны Қазақстаннан мамандардан сұрасақ, бұны перспектива дейді. Мына екінші сурет, қарындашпен сызылған сурет. Перспектива дегеніңіз қашықтату. Бірақ алыстатқанда ол бір нүктенің бойымен ғана алыстату болғандықтан, ол перспектива деген терминімен қолданылуға тиісті дейді. Ал моңғолдар одан ешқандай қорықпастан алсылық, яғни алыстату деп қана ала салған. Моңғолиядан оқыған, білім алған мамандар бұны алыстату деп алайық. Моңғолдар өзі алсылық деп қана ала салды да, сонысымен түсіндіріп жатыр, ештеңесі болмай қалған жоқ дейді. Ал Қазақстаннан білім алып келген біздің суретші мамандар бұл перспектива деген қалпымен тұруға тиісті дейді. Міне осындай және термин жасаудағы бізде көптеген проблема мәселелер бар. Осы мәселені шешу үшін және біз бір 60-тай адам сондай топ осы жаратылыстану пәндерінің ғылыми терминдерін аудару бойынша айналысатын осындай 60-тай адам бар. Мен топтың жетекшісімін. Осы тұрғыдан сіздермен тағы да бұл сөздің мынандай баламасы бар ғой, осы бойынша алыңыздар дейтіндей нұсқаларыңыз болса, бізбенен бірге жұмыстасаңыздар құба-құп қуана қарсы аламыз. Ал енді келесі нәрсе, ана тіліне негіздей отырып, келесі тілді үйрету үшін бұл кілел әдістемесі таптырмайтын мүмкіндік. Сондықтан біз бұл әдістемені қазір қолға осы ана тілімізді сақтап қалу үшін кірісіп жатырмыз. Көп рахмет. Менің айтарым осымен негізі аяқталды. Сұрақтарыңыз болса. Гүлмира апай, бізде көп ақпарат салдық Моңғолия өлкесінің білім жүйесімен және көрік туралы. Рахмет. Енді келесі сөзді Алматы қаласы Алатау ауданы білім бөлімінің басшысы Ақмырзаева Қарлаш Медетбековнаға береміз. Жалпы Алатау ауданындағы соңғы күнде ашылған жаңа мектептің қабырғасына қош келдіңіздер. Жалпы біз өзіміз ұстаз болғаннан кейін, ұстаздың бірінші мақсаты білгенімізден білмегеніміз. Біз үнемі ізденіс үстінде, үнемі білімді жетілдіру үшін ішкі өзіміз тәжірибе алмасу емес, сонымен қоса халықаралық деңгейде тәжірибе алмасу мақсатында осындай семинар өткізіп жатыр. Семинардың мақсаты жалпы түсінікті, себебі әлемдік деңгейде жалпы Қазақстанның білім саласы, білім жүйесі біз әлемдік деңгеймен салыстырмалы түрде келетін болсақ, біз теория жағынан жалпы біз мықтымыз. Оны біз мойындауымыз керек. Ал көбінесе біз телевидение қайда шықты? Жаңана білім емес. Сонымен қоса оны білімді практика жүзінде қолдану керек, практика жүзінде асыру керек. Мына осы тұрғыдан біздің жаңағы әдістемемізде кішкене оқулықтар бар деп ойлаймын. Осы тұрғыдан мен ойлаймын, біз халықаралық деңгейде көбінесе біз өзімізде ұстаздар да жалпы Алматы қаласының көптеген мектептері әлемдік деңгейде тәжірибеден табындырған өткен. Біз сол әлемдік деңгейдегі білім саласымен Қазақстанның білім саласын салыстырмалы көретін болса, бізде дәл осы тұрғыдан кішкене қолға алып, біз осы бағытты іске асыруға мүмкіндік жасауымыз керек. Мен бүгін ойлаймын, біздің спикерлерде Моңғолиядан қазір мағлұмат беріп отыр. Республика деңгейін көрсетіп отырғанына біздің әріптестерімізге сәттілік тілейміз. Істеріңізге сәттілік болсын. Енді келесі сөзді нөмір 205 жалпы білім беретін мектеп директоры Дәулет Гүлнар Арыспановаға береміз. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, сәлеметсіз бе, Қарлаш Медетбековна, Амагүл Сейітжановна, құрметті мен әріптестерім, сіздерді біздің әдемі мектебімізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Қош келдіңіздер біздің мектебімізге. Сіздерді 2015 жылы 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 2015 жыл
Бүгін енді біздің мектебіміздің ішінде жаңа айтылды, жаңа мектептердің бірі деп айтты, ең алғашқы жаңа мектептердің бірі деп айтып кетті. Оны мақтан тұтамыз. Бізде актовый зал болмады. Біз енді сіздермен бірге актовый залды сіздермен бірге ашып отырмыз. Қол шапалақтап қойыңыздар біздің актовый залымызда. Кеше бітті, сонымен сіздерге осы сәт сіздерге сай келіп тұр екен. Өте қуаныштымыз. Енді менде сіздер сияқты біздің Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен, Алматы қаласы білім басқармасының қолдауымен 2024 жылы біз жаңа 23 жылы және 23 жылдың қараша айында біз Ұлыбритания елінде осы практикалық тәжірибеден өтіп келген басшылар, ұстаздармен бірге болған, солардың бірі мен едім. Сол жерде әртүрлі жаңа тәжірибелер алмастық. Маған ішінде ұнаған КВУ технологиясы. Себебі біздің мемлекетіміздің, президентіміздің алдымызға қойып отырған мақсаттарының бірі ол ғаламдық азаматты дайындау. Мысалы, ғаламдық азамат дегеніміз біздің тәрбиелеген Қазақстанның болашағы, біздің азаматтарымыздың, біздің балаларымыз кез келген жерде жұмыс істеуге, коммуникативті болуға тәрбиелеу, жұмыс істей білуге, кез келген адаммен тіл табыса білуге үйрету, кез келген жерде, кез келген мемлекетте өз орнын табу. Біз сондай коммуникативті болашақ Қазақстанның жарқыраған азаматын тәрбиелеу біздің міндетіміз. Соның бір ретінде мен көптеген технологиялармен таныстым, инклюзия білім беру, жаңартылған білім беру, оларда да осы жүйемен жұмыс істеп жатыр екен. Маған ең ұнаған осы КВУ технологиясы. КВУ-ның маған ұнағаны кіріктіріп оқыту, басқа тілді үйрету, басқа тілді сабақтарға кіріктіріп оқыту. Ол жерде біз барған мектептердің ішінде шетелден келген азаматтар көп екен, Сириядан, Африканың азаматтары көп екен, солардың балалары оқиды екен. Соларға осы КВУ технологиясын қолдана отырып, ағылшын тілін үйретеді екен ол кісілер. Жаңа Моңғолияда әріптесіміз айтып отыр ғой, ана тілімізді үйретуде біз терең қолданамыз деп ше. Біз қазір енді ана тілімізді 70%-80% қазақ жақсы сөйлейді дейді. Сондықтан біз балаларды ағылшын тіліне, неміс тіліне, француз тіліне үйретіп, ғаламдық азамат дайындақсақ деген мақсаттамыз. Көріп келдіңіздер, сіздер де көріп келген шығарсыздар деген үміттемін. Жаңа басқа мемлекеттердің білім жүйесін, біздің қазақстандық білім жүйе ешкімнен еш жерден қалып қалмайды. Технологиямен жабдықтау, мектептерді жабдықтау жағынан біз өте жоғары деңгейде тұрмыз. Мен өзім көріп келген салыстырмалы түрде айтып жатырмын. Бірақ енді осы жағынан кішкене олқылық бар. Соны сіздермен бөлісіп, осы рахмет Алмагүл Сейітжановнаға, сізге өте үлкен рахмет. Осындай үлкен бізге семинар ұйымдастырып, тек қана республика деңгейінде емес, мемлекет халықаралық деңгейде де өткізіп жатырмыз. Бұл бізге үлкен мәртебе, біздің мемлекетімізге де үлкен мәртебе деп ойлаймыз. Мысалы, Моңғолияда біздің әріптесіміз айтып отыр, өзіміз моңғол тілін үйретуге біз бұны терең қолданамыз деп. Бізге де орыс, мысалы мен қазақ тілі маманымын орыс мектебінде. Сол жерде де өте қолдансақ өте керемет. Мен қолданамын сабақтың арасында КВУ технологиясының ішінде. 10 сөз үйрету технологиясын білесіздер ғой, метод әдістемесі. Бір сабақта 10 сөзді қолданып, келесі сабақта тағы да сол сөзді қолданып отыру. Осы КВУ технологиясының бір кішкене бөлігі деп есептеледі. Істеріңізге сәттілік, келгендеріңізге үлкен рахмет. Енді біздің жұмысымыз ары жақсы жемісті жұмыс жасалады деген тілектемін. Рахмет барлықтарыңызға. Келесі кезекте тағы да Моңғолияға келетін болсақ, Ділдагүл апай эфирдесіз бе? Байғалым Ділдагүл, Моңғолия, Баян-Өлгей аймағы, Өлгей қалалық номері 5-ші жалпы білім беретін мектептің мұғалімі. Бар екен. Алло, барсыздар ма? Микрофондарыңыз қосыңыздар. Микрофон қосыңыздар, Ділдагүл апай. Арман, Сәлеметсіз бе? сәлеметсіздер. Даусымыз естіліп тұр ма? Естіліп тұр, сөйлеңіз. Жарайды, біз шер жасалмай жатыр. Күте тұрыңыз. Шер жасалып тұр. Мынаны шығарып керек. Шер жасауды рұқсаттау қажет деген. Шер жасауды рұқсаттау қажет дейді ар жағынан. Жәнегі қойылған баяндаманы шығару керек секілді адам.
Енді жа болды енді. Жақсы көрдім. Жақсы естіп отырмыз. Жақсы болды. Бастай беріңіз. Ділдәгүл апай. Сәлеметсіздер ма, құрметті әріптестер, барлықтарыңызға сәттілік. Біз Монғолия елінің Байың өлгей аймағы өлгей қалалық жалпы білім беретін 5-ші мектептің мұғалімдері Ділдәгүл, Сайрангүл, Гүлжан, Диналардың дайындаған баяндамасын сіздерге қоюға әзір болдық. Біздің бүгінгі қоятын тақырыбымыз пән мен тілді кіріктіре оқыту әдістемесінің маңыздылығы. Баяндамамыздың мақсаты пән мен тілді кіріктіре оқыту және үйрену туралы зерттеу жүргізіп, туындаған мәселелерді анықтап, оларды шешу жолдарын ұсыну. Баяндамамыздың міндеті болғанда, пән мен тілді кіріктіру арқылы оқыту жайлы мәлімет жинау, мұғалімдерден сауалнама алу, қорытындылау, туындаған мәселелерді анықтау және шешу жолдарын анықтау болмақ. Теориялық бөлімін барлығы өте жақсы біліп отырғандықтан және де айтылды бұл жайлы. Сондықтан біз уақытты үнемдеп келесі бөлімге көшейік. Біз сіздерге қазір зерттеу жұмысы және де қорытынды және де шешу жолдарын таныстыратын боламыз. Зерттеу жұмысын таныстырсақ, біздің зерттеу нысанымызға Байың өлгей аймағының жалпы білім беретін мектеп мұғалімдерінен таңдап алу арқылы қатыстырылды. Мұнда Уланхос, Делун, Ноғанур, Теңгіл 1-ші мектеп мұғалімдері және де аймағымыздың 1-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші мектептерінен барлығы 289 мұғалім қатыстырылып отыр. Мұғалімдерден алынған зерттеу нәтижесін таныстырсақ, біздің зерттеуімізге қатысқан мұғалімдердің 78% әйелдер болса, 22% ерлер болды. Біздің бірінші сұрақ, сіздің ана тіліңіз қандай тіл деген сұраққа 89% қазақ тілі, 9% моңғол тілі, ал 2% басқа тілі. Басқа тілі дегеніміз тоба тілі болмақ. Бұл сұрақты қорытындыласақ, мұғалімдердің көбінің ана тілі қазақ тілі болып табылды. Екінші сұрақ, сіз сабағыңызды қай тілде үйретесіз деген сұраққа 44% қос тіл, 16% қазақ тілі, 40% моңғол тілі деген. Бұл сұрақты қорытындыласақ, мұғалімдердің 44% екі тілде сабақ береміз деген екен. Бұдан шығатын қорытынды не дегенде, мұғалімдер сабақтарын моңғол тілден қазақ тіліне аударуды екі тілде оқыту деп түсінген қате түсінік бар. Үшінші сұрағымыз, сабақты екі тілде оқытуда қандай қиындықтар кездеседі деген сұрақ болды. Бұда 58% қос тілде сабақ беріп, беру бұл уақытта сабаққа жетіспейді. Бұны қорытындыласақ, мұғалімдердің басым бөлігі қос тілде сабақ беру көп уақытты алады деген. Олардың екі тілдегі білімі мен сабақ жоспарлау әдістемесі жеткіліксіз екені көрініп отыр. Ал біздің 4-ші сұрақта, егер оқулық моңғол тілінде жасалынған болса, сізге оны оқушыларға аударып айтып беру қажет бола ма деген сұрақ болды. Бұда 29% әрқашан, 39% көбінесе, 23% кейде, 9% жоқ деген жауапты берген. Бұл сұрақты қорытындыласақ, мұғалімдердің сабақ барысында оқу құралдарының мазмұнын жиі аударып беретіндігі көрініп тұр. Сонда бұл бізде оқулықты үнемі аударып береді деген сөз. Оқулықты аударуда сізге қандай қиындықтар кездеседі олай болса деген сұрақта 49% кейбір терминдерді аударуда қиналамын. 18% қос тілді толық меңгеруім жеткіліксіз және де терминдерді түсіндіру, нұсқау беру әдістемесі жетіспейді деген екен. 15% сабақ жоспарланғанда материалдық ресурстар жеткіліксіз деген. Бұл сұрақты біз қорытындылағанда, зерттеуді көргендегіңіздей, барлықтарыңыздың мұғалімдердің академиялық тілдік дағдылары, яғни пән терминдері екі тілде қатар меңгеру деңгейі жеткіліксіз екені көрініп отыр.
Алтыншы сұрақ. Байын өлге аймағының оқушыларының мемлекеттік ілестіру емтиханынан төмен нәтиже көрсетуіне әсер етіп жатқан фактор не деген сұрақ. Мұнда 1,4% мамандар жетіспейді, 5,1% мұғалімдердің әдіс тәсілдері мен біліктілігі жетіспеушілігі деген болса, 31,2% тілдік кедергі. Ал 62,8%, яғни ең жоғарғы пайызы оқушылардың білім алуға деген құлшынысы мен ынтасы, қатынасуы төмен деген екен. Сонда оқушылардың пәннің мазмұнын түсінбегендіктен сабаққа деген қызығушылықтарының азайғанын көруге болады. Жетінші сұрақ. Мемлекеттік тіл болып саналатын моңғол тілін қай пән арқылы меңгерту керек деп ойлайсыз деген сұрақта 3,7% жаратылыстану пәні арқылы оқыту деген. Ал 5,8% қоғамдық гуманитарлық пәндерден, 39,7% моңғол тіл пәні арқылы оқыту қажет деген. Ал ең жоғарғы пайыз 49,9% аталған пәннің мазмұны мен тілді қатар оқыту деген. Бұны қорытындылағанда аталған пәннің мазмұны мен тілді қатар оқыту ең жоғарғы пайызда бұда көрсетіп отыр. 8-ші сұрақ. Оқушыларға сабақтың мазмұнын толық меңгерту үшін мұғалім ең алдымен неге назар аударуы тиіс деген сұрақ. Мұнда 40% жаңа әдістерді көбірек пайдалану, ал 28% мұғалімнің біліктілігі, 23% мұғалімнің көз қарасы, 9% мұғалімнің білімі деген. Бұл сұрақты қорытындыласақ, оқушыларға пән мен мазмұнын толық меңгерту үшін мұғалімдерге біліктілігі мен білімінен гөрі әдістемелері дамыту қажет екені көрініп тұр. 9-ші сұрақта мазмұн мен тілді интеграциялап оқыту әдістемесінің ерекшеліктері дұрыс анықталғаны қайсы деген сұрақ. Бұған 11% бұл әдіс моңғол және қазақ тілдерінің сабақтарын белсенді әдіс тәсілдермен үйлестіріп оқыту деген болса, 24% мақсатты тіл мен ана тілін қатар оқытуды ұйымдастыру деген. 26% белсенді әдіс тілдерді пайдалану. 38% аталған пәннің мазмұнынан гөрі тілдің өз маңызды түрде оқытылатын әдіс тәсілі деген екен. Бұл сұрақты біз қорытындылағанда, зерттеудің көрініп тұрғандағыдай, мұғалімдер кілел әдістемесін тек тіл пәндерін оқытуда ғана қолданады деген қате түсінікке ие болып отыр. Сондай-ақ, мұғалімдердің кілел әдістемесі туралы ақпаратты жеткіліксіз екені байқалады бұдан. 10-ші сұрақ. Сізге кілел әдісімен сабақты ұйымдастыру үшін қандай қолдау қажет деген сұрақ. Бұл да көптеген жауаптар берілген. Мысалы, кілел әдістемесі туралы мұғалімдерге оқыту семинарлар ұйымдастыру қажет деген. Ал кей ұстаздардан кілел әдістемесі деген не дегенді білмейміз, қолданған жоқпыз. Мұғалімдер бірлесіп жұмыс істеп тәжірибе алмасуымыз қажет. Жаңа әдістемелік оқыту жүргізсеңіздер, мектептің қолдауы қажет деген сияқты көптеген жауаптар келді. Бұдан қорытындыласақ, мұғалімдердің басым көпшілігінің кілел әдістемесі бойынша оқытуға мұқтаж екені байқалып отыр. Оқушылардан алынған зерттеу нәтижесін сіздерге таныстырсақ, бұл біздің 5-ші мектептің 6-шы сынып оқушыларынан алынған зерттеу нәтижесі. Біз кілел арқылы сабақ жүргізу арқылы мәре және нәтижесін сіздерге таныстырып отырмыз. Бұның нәтижесі таныстырсақ, осы сабақты кілел әдістемесін жүргізгеннен кейін тәжірибелік топтың орындалуы, пән бойынша, дағды бойынша жақсы жетістіктерге жеткен, тыңдау сөйлеу 20%-ға өскен, тапсырманың мәліметтерін принцип бойынша орындауды үйренді, қабілеті жақсарды, және де сөйлеу дағдысына байланысты тапсырмалар пәннің ерекшелігіне сай терминдер қолдана отырып сөйлеуге, толық сөйлемдермен сөйлеуге назар аударылып жатыр біздің мектепте. Нобельдан 1 балл алған оқушылардың саны азайды. Кілел әдістемесінің көзқарасы ана тіліне негізделген көп тілді білім беру, сонымен қатар екі тілді бірдей қолдау, теория бойынша ана тілінің деңгейі жоғарылаған сайын екінші тілді үйрену жеңілдейді. Ана тілінің дағдысы жақсарған сайын мақсатты тілдің үйренілуіне оң әсер етеді деп есептеп отырмыз.
Баяндамамызды қорытындыласақ, мұғалімдерге кілил әдістемесін ұсынамыз. Әр мұғалім кілил әдістемесін қолданса, белсенді оқыту әдісімен сабағын жоспарлау қажет. Және де кәсіби өсу мен жаңартуды қолдайтын болуы, ұстаздар ынтымақта болу, сабақ мазмұнын өте жақсы түсіндіру, екі тілде білімін арттыру қажет. Егер де осы әдістемені қолданғанның нәтижесінде осы үш жетістікке жетеді. Мазмұн тіл интеграцияланады, және де ұстаздың екі тілдегі академиялық білім артады, және де мұғалімінің біліктілігі артады. Кілил әдістемесімен сабақ өткізгенде, және біз оқушыларымызға жүргіздік деп сіздерге нәтижесін таныстырдық, сол сабақ барысындағы оқушыларда болатын оң өзгерістерді сіздерге таныстырсақ, біріншіде сабақ мазмұнын толық түсінетін болды оқушыларымыз. Екіншіден, екі тіл қатар жақсарады. Сабаққа белсенді қатысатын болды, және де өзіне өзі сенімді болды. Оқушылардың ынтасы арта түсті. Егер кілил әдістемесін барлығымыз пайдаланатын болсақ, осы 5 жетістікке жететін боламыз. Кілил әдістемесінің пайдаланғанда шешу жолдары ұсынылған пікірлерді сіздерге таныстырсақ, кілил туралы оқыту семинарлар ұйымдастыру, және де қолдануды, кілил әдістемесін қолданудағы оң өзгерістерді насихаттау, сабақтардың электронды қорын жасау, білім басқармасы кілил әдістемесін енгізген елдердің тәжірибесін зерттеу, қос тілде білім беру жөніндегі заң қарарларды жүзеге асыру қажет. Және де сабақ өткізу ортасын қамтамасыз ету, оқушылардың біліктілігін арттыру деген пікірлерді ұсынып отырмыз. Біздің пайдан алған дерек көздері осылар болмақ. Зейін салып тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, сұрауларыңызға болады. Гүлдәргүл ханым, рахмет ақпаратыңызға, өте керемет қойыл туралы бізге ақпарат айттыңыз. Сұрақтарыңыз болса, енді рахмет сізге үлкен. Желіде болыңыз, тағы біздің спикерлер сөйлейді қазір. Енді республикамен қатар біздің Алматы қаласында бірнеше мектеп бар. Сол мектептердің ішінде 96-шы мектептен бізге қонақтар келіп отыр, спикерлер Закарьянова Шынай Қанатовна, магистр, оқулықтар авторлығы, және Алибекова Баян Бегалиевна, Сейдашым Қамбар Қазизұлы келіп отыр екен. Мархабат, келіңіздер. Ағылшынша жазғанда слайд керек қой. Құрметті әріптестер, бүгінгі біздің тақырыбымыз тарих пәнін кіру технологиясы негізінде оқыту. Мен нөмірі 96-шы жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі және әдебиет пәні мұғалімі Сейдашым Қамбар Қазизұлы. Закарьянова Шынай Қанатовна, эксперт, магистр, автор учебника. Алибекова Баян Бегалиевна. А теперь мы вам предлагаем всем... Теперь то, что вы должны делать, это сказать пожелания. Но пожелания вы будете говорить у нас на 3 языках. Это на русском. Желаю вам счастья, здоровья, удачи во всем. На казахском. And the wishes. Бақыт, денсаулық, сәттілік тілейміз. На английском. Wishes. You can hold your hands and then press some wishes to each other. Мы для вас специально на слайде написали эти слова. Предлагаем вам повернуться друг к другу, сказать на 3 языках. Вот,
Вы посмотрите, почему мы вам предложили сказать на 3 языках? Молодцы, да, все правильно. Сегодня мы нашу презентацию с вами будем все говорить о технологии Клил. А сен семинарын алдың ғой, а сен семинарын алдың ғой, осыдан кейін мен выступать етемін. Жалпы біз осы клеу технологиясын 8-ші сыныптағы Қазақстанның 18-ші ғасырдағы Қазақстанның мәдениеті деген тақырыпқа алып отырмыз. Жалпы бұл тақырыпты бастамас бұрын қысқаша жалпы клеу технологиясы дегеніміз не? Қысқаша мәлімет беріп кететін болсақ. Жалпы клеу қазақша аударғанда ол мазмұн мен тілді біріктіре оқыту. Яғни тек қана мазмұнды емес, сонымен қатар қос тілде немесе үш тілде мәлімет бере отырып, терминдерді үйрене отырып, басқа тілдерді қатар алып жүру. Жалпы шет тілдің біріктіре оқытудың қандай маңыздылығы бар? Бірінші, пәндік білімді меңгереді, сонымен қатар сол пән аясында шет тілін үйренеді және ойлауды, талдауды, салыстыруды, өз ойын жеткізуді оқушы үйренетін болады. Жалпы клеу әдісі 4 негізгі компоненттен тұрады. Бірінші компонент ол мазмұн, яғни пән бойынша білім және дағдыларын қалыптастыру. Екінші бағыт қарым-қатынас, яғни коммуникация. Яғни оқушы өзінің ана тілінде ғана емес, сонымен қатар өзге тілде де коммуникацияға түсе алуы. Үшінші таным немесе ойлау дағдысы. Бұл ойлау дағдыларын талдауға, қорытынды жасауға негіз болады. Үшінші мәдениет аралық түсінік пен дүние танымды қалыптастырады. Яғни оқушы тек қана өзінің мәдениеті емес, сонымен қатар айналасындағы мемлекеттегі мәдениеттерін қалыптастырады. Ары қарай клеу әдісінің артықшылықтары: шет тілін қолдануға нақты контекст беріледі, тілді табиғи жолмен үйренуге жағдай жасайды, оқушының пән мен тілге қызығушылығын арттырады. Соңғысы 21-ші ғасыр дағдыларын, яғни сыни ойлауды, коммуникацияны, креативтілікті дамытатын дағды болып табылады. Здесь у вас мы ознакомились самым кратким способом на русском языке. И сейчас вам скажут на английском языке, что же представляет собой Клил. Клил is not only learning English, it's the same content and the language at the same time. It's a benefits of Clil: develop language skills and use the integrate between subjects as the science, history, geography, even music through foreign languages. And then developing, but first motivating, deep learning, vocabulary expanding, and the last one, the 21st century skills as the critical thinking and the develop problem solving and the collaborative working with students and teachers and the other subject teachers. And the content, communication skills, and the cognition and the culture skills. Malta, as you see with the Mongolian colleagues, Clil is not only learning, it's learning content and the language. It's a multilingual and a multicultural learners for our future Kazakhstan. Thank you. Жалпы жаңағы біз 8 сыныпқа тақырып алдық қой. Сол тақырып бойынша біз оқу мақсатын таңдап алған болатынбыз. Яғни 18-ші ғасырдағы қазақ халқының мәдениеті. Expand vocabulary in 3 languages: Kazakh, Russian, English. Develop skills, compare, analyze, teamwork, and the speaking.
Мы сейчас с вами будем активно работать. Мы скажем, что мы применяем на уроках. Но вы с нами будете работать. Вы себя сегодня покажете в маленькой роли ученика 8 класса. Вот. Все поможете нам, да? Бірінші біздегі тапсырма ол, яғни осы тақырыпқа байланысты термин сөздер немесе жаңа сөздер. Бірінші қазақша берілген сөздер бізде киіз үй, сәукеле, домбыра, той, дәстүр. Осы сөздерді пайдалана отырып, оқушылар немесе білім алушылар не істеу керек? Сөйлем, қазақтың мәдениеті туралы сөйлем құрастыру қажет. Вы должны будете соединить эти слова, не просто соединить, а именно на русском, английском, казахском сказать, составить предложение о культуре казахского народа. Мы вам предлагаем по одному предложению. Давайте с вами включите музыку, пожалуйста. Мы вам даем. As dear colleagues, if we have to complete the sentence, we use отличники у нас есть отличники, которые скажут нам на русском. Свои обычаи, традиции. Қазақ халқында өзінің салт дәстүрі бар. Енді английском, извините. Я предлагаю попробовать. Почему? Потому что хотя бы использовать одно слово на английском. Саукеле. Кто-то желает еще, пожалуйста. Кто поможет нам? Кто поможет нам? Пожалуйста, сейчас. На каком языке? In English. In our national holiday Nowruz, we will show our national traditions and we will wear national clothes and saukele, and we will do key with dombra. Wait. Да. Еще раз доказывает о том, что да, здесь используется технология клеток. Следующий слайд. Сейчас мы вам предлагаем, обратите внимание, что у нас есть задания, которые вы в основном можете использовать на своих уроках. И сейчас мы предлагаем следующее задание. Это сравнить казахскую культуру 18 века с современностью. Использовать следующие слова. На казахском, русском, английском языках. Сравнение у нас идет. Я эфирдеміз ғой. Біздің семинарымыз атсалсаңшы, мына жерде 3 тілде сөйлеп жатыр, мына жақта. 2 тілде де болады сіздер. Қазақша, ағылшынша, моңғолшада болады деп сөйлеп жүреді. Сөз тіркестерден құрастырып сөйлем құрау керек. Жарайды. Көріп отырмыз. Söyle. Mongolya'da. Mongol tilinde söylemişti. Ya, Kazakça söyle. Моңғолша не жайлы айтайын? Сөздік кестеріп тұр ғой, көріп тұрсыздар ғой алдарыңыздар. Мына киім, тұрмыс, музыка. Жарайды. Элемент қалпынша екен.
Моңғолша. Киім хофтсыз. Тұрмыс әжіл, әмдіріл. Музыка көгжім. Үй гер деп аударылады екен. Осы сөздерді құрастырып, сөйлеп қарау керек. Жарайды. Төз тіркесі 18 ғасыр. Неде? 18 ғасыр дегеніміз. Мынадардың барлығын қос. Жоқ, киім, тұрмыс, музыка, үй деген сөздерді. Көшпелі, домбыра, қайсысын кез келген сөздерден құрау керек. Қалай болды, қалай қазір. Современность. Жай сөйлем құрастырып беріңізші бізге. Да, просто. Киім дегенді киім дегенді мысалы біз енді күнделікті өмірде біз мынаны моңғолша айтуым қажет болып тұр, соны мен сөйлем құрауым қажет болып тұр, жарайды. Киім дегенге өтір тұтымен қофтысында чөлет қофтысы өмістік болыз, әжілдері азбыны қофтысы өмістік. Ал бұны мен аударып айтсам, мен күнделікті өмірде жай бір спорт киім киетін болсақ, ал еркін киім киетін болсақ, ал жұмыста болған кезде біз офис киімін үнемі киеміз деп айттым моңғолша. Сонда бұда екі сөз тіркесі болып тұр. Чөлет хофтсыз және де ажлин азбыны хофтсыз деген екі сөз тіркесі болып тұр деген сөз. Теперь вам нужно написать короткий диалог на двух языках, на казахском и на английском. А именно, мы говорим, используя следующие слова, вы видите, здесь критерии, да? 1 балл. Составить логичный и связанный диалог не менее 4 реплик, 1 балл. Использовать обе языковые формы, это на казахском и на английском. Например, вам пример? Мысалы, жаңа біз танысқан жаңа сөздер бар ғой. Сол бойынша, мысалы, киіз үй, сәукеле, домбыра, той, дәстүр. Сол үйренген жаңа сөз бойынша білім алушы тек қана өзінің ана тілінде емес, сонымен қатар қос тілде, яғни ағылшын тілінде де диалогқа, коммуникацияға түсуі қажет. Яғни рөлдік ойындар. Мысалы, шетелден келген азамат, сол азаматқа нені таныстыру керек? Бізде қазақтың мәдениетін таныстыруымыз қажет. Ойын аламыз ба? Шетелден кім келеді? Хабар, давай покажем. Баян Галина, и вы, пожалуйста, покажите. Сонда біз өзіміз көрсетейік. Баян апай бізде шетелден келген қонақ. Мен өзімнің салт дәстүрімді естуім керек, таныстыруым қажет. Can you tell me about your tradition, weddings? Қош келдіңіз. Бірінші қазақ халқына сіздің сұрағыңыз қазақ ұлттық тойы туралы айту. Жалпы қазақ баласы дүниеге келгеннен бізде тойдан басталады. Яғни бала дүниеге келе салып, оның шілдеханасы бар, бесік тойы бар, әрі қарай тұсаукесері бар, сүндет тойы бар, ары қарай бала өсе келе кінәшары бар. Баланы үйлендіріп, мектеп бітіруі бар, үйлендіріп, қыз ұзатуы бар, келін түсіруі бар. Соның барлығы бізде той. Яғни бала шыр етіп, дүниеге келгенде той. Яғни бізде қазақта той ол бізде бүнкілік құттылық десек отырады, айналып отырады. Үйлендіргеннен кейін оның баласы толып, қайтадан соны өздіріп, той жыр қылып жүреміз. Give us as the English teachers great, exciting opportunities to work closer with the subject teachers and involve teachers, involve people with the teamwork and other role play or multiple choice with the vocabulary word. It's involving in our tasks. Thank you for your attention.
На уроке ученики есть ученики, которые на английском хорошо знают. Да. Они изучают, ходят к репетитору, изучают очень хорошо на опыте. И они вам свободно это скажут. И на английском, и на казахском. Конечно. Да? Следующий слайд. соңғы слайд бізде мини-проект, яғни топпен деп аталады. Бұны қазір ояттап қояды, уақыт көп кетіп қалады, регламент сақтайды. Яғни сіздер сабақтарыңызда жаңа қос тілді үйрету мақсатында осы тапсырмаларды орындап қойсаңыздар болады екен. Мы сегодня вас ознакомили, а именно с различными, это еще не все, их очень много. Мы только некоторые взяли, чтобы с вами немножко поиграть, вам показать, да, как вы смогли бы применять на уроках. А сейчас мы вам предлагаем, повторение, оно всегда закрепляет у нас в головах. Согласитесь, мы запоминаем это больше. Мы сейчас вам предлагаем следующее, а именно следующий по QR перейти. На русском языке у нас сообщение, что такое клиентские технологии, и вы должны будете... Интернет жоқ. Давайте тогда просто повторение, если интернет не ловит. Скажите, пожалуйста, что вы сегодня узнали о клиент-технологии? О клиент-технологии. Что вы узнали? Можете вы... Представьте, пожалуйста, скажите, здесь есть поднимите руки, есть учителя русского языка? Помахали? Да. Есть учителя казахского языка? Помогите, пожалуйста. Помогали. Отлично. Скажите, пожалуйста, вы будете применять на своих уроках клиент-технологию? Потому что, играя, ребенок запомнит больше слов. Играя, и каждый раз, когда отмечает, что мы на английском это говорили, а еще у вас мы говорим на казахском, а еще мы у вас говорим на истории, а еще мы у вас говорим это же слово на биологии, химии и так далее. Поэтому, да, клиент-технология, она этому способствует, что играющий ребенок запоминает все эти слова. Әріптестер, назарларыңызға көп рахмет. Бір керекті дүние алып деген ойдамыз. Сіздерге де рахмет. Енді сіздер осы бөлімде теориялық алдық қояр бұл туралы. Енді біз өзіміздің мектебімізде, мен слайдын қоя қойшы. Өзіміздің мектептің іс тәжірибесімен бөліскіміз келіп отыр. Бұл жерде қылу технологиясын жүзеге асырудың ғылымилығы. Бұл емес, тағы тұрғымен слайдын. Тілерін қойдым. Жоба? Қылу технологиясын жүзеге асырудың ғылымилығы. Өздеріңіз жаңа журналистерге таныстырып өткендей, 23 жылы желтоқсан айында Ұлыбритания жеріне өзінің оқыту тағылымдамасынан өтіп, курстар өтіп келіп, біздің мектепке келіп, осындай проект жазған болатын. Сол проекттің негізінде сертификат алып, біз өзіміздің жұмысымызды қаңтар айынан бастағанбыз. Енді бұл мақсатын өздеріңіз көрдіңіздер, жаңадан бері таныстырып жатырмыз. Бұл технологиясының мақсаты пәнге байланысты оқушыларға жаңа ұғымдар мен идеяларды таныстыру, оқушылармен пән мен тілді қатар меңгеруін қамтамасыз ету, оқушылардың екінші тілде сөйлеу сенімділігін арттыру болатын. Енді бұл технологиясын біз 15 қаңтарда озық тәжірибе ортағыз екі тілдің білім беру жүйесімен айырмашылықтары туралы ұқсастықтарымен жүрші слайдпен болады. Гүлнар Исламова өзінің мектептегі
педагогтермен біздің мектебімізде қазіргі таңда 163 педагог білім беріп жатыр. 2222 оқушы білім алып жатыр. Бір ауысымда білім алып жатырмыз. Осы мұғалімдеріміздің ішінен осындай жиналыстар жүргізіп, одан кейін қаңтарда ата-аналар жиналысын жүргізілді. Одан кейін мектебімізде мұғалімдер 3 топқа бөлінді. Негізі біз жаратылыстану пәні бағытындағы пәндерді кіріктіріп оқытуды жоспарладық. Енді бірінші топта Жұмалы Асия химия пәнінің мұғалімі, Бекенов Шыңғыс Маратұлы физика пәнінің мұғалімі. Бұл біздің бірінші топ ұстаздарымыз. Зерттеуші Шыңғыс Маратович, магистр, Асия Жұмалы апайымыз эксперт, магистр. Бұл мұғалімдеріміз бірі химиядан, бірі физикадан білім оқушыларға 3 тілде білім беріп жатыр. Сонымен қатар екінші біздің қылып оқыту тәсілімен ағылшын тілі пәні арқылы жаратылыстану бағытындағы пәндерді оқыту пәні бойынша Дәулетхан Шұғла Нұрланқызы, Абитаева Айсұлу Аманжолқызы, бұл екінші тобымыз. Келесі бұл орыс тілі пәнінің бағытындағы ұстаздар Гапарова Гүлмира Тосмұхамедовна және Күзембай Айдана Сержанова, Сәлипа Раза Қаппарова. Бұл ұстаздарымыз 3 топқа бөлініп, осы пәнді кіріктіріп оқытып жатыр қазіргі уақытта. Енді біз қандай басқа мектептермен іс тәжірибе алмасып, желтоқсан айында 24 жылдың біз семинар өткіздік. 181 және 151 мектептің директорының оқушы ішіндегі орынбасарларымен және оқушылар мұғалімдерін шақырып аудандық семинар өткізген болатын. Суреттерден көріп тұрғандарыңыздай. Екінші тағы да 18 наурыз күні тағы осы бағытта, бірақ бұл жерде біз бастауыш сынып пәндеріне кіріктірудің маңызы атты аудандық семинар өткізген болатынбыз. Бұл жерде де 30 мектептің мұғалімдері келіп, іс тәжірибемізді танысып қайтқан болатын. Сонымен қатар сәуір айында Алмагүл Сейтжановнаның қолдауымен қалалық орыс тілі пәні мұғалімдеріне арналған осындай қалалық семинарды өткізген болатынбыз. Бұл жерге де бірнеше ұстаздарымыз келіп, біздің іс тәжірибемізді көріп қайтты. Енді биылғы оқу жылында, 24-25 оқу жылында мектепшілік, қазақ тілі пәні мұғалімдері диалогтық оқыту арқылы 3 тілділіктің байланысын дамыту мақсатында 3 тілділік жағдайда диалогтық оқыту атты коучинг өткізген болатын. Бұл біздердің мұғалімдеріміздің жұмысы. Одан кейін 28 қазан күні оқушылардың тілдік дағдыларын жетілдіруін, оқуға деген ынтасын арттырып, пән мен тілді қатар оқуға көмектесу мақсатында бастауыш сынып бірлестіктері ғылым технологиясы, пән мен мазмұн тілді бірлесе оқыту технологиясы арқылы ашық сабақтарды ұйымдастырды. Көріп отырғандарыңыздай. Енді 22 қараша күні біздің химия пәнінің мұғалімі мектепке осындай үлкен ашық сабақ жүргізді. Бұл ашық сабақта да осы 3 тілді біріктіріп оқыту. Енді қазір біздің практикалық бөлімімізде қазір біздің химия пәнінің мұғалімі Асия Жамбулна, эксперт Асия Амангелдіқызы, кешіріңіздер, өзінің тәжірибесімен бөліседі. Мархабат. Рахмет, назарларыңызға. Сұрақтарыңыз болса, сондай болады. Қош келдіңіздер. Бүгінгі семинарға маған берілген тақырып тапсырма түрік технологиясы бойынша химияда сабақ жоспарын құру. Өзімді таныстырып өтетін болсам, 35-ші мектептің химия пәні Жұмалы Асия Амангелдіқызы. Яғни 2018 жылы мен Өрлеуде курстан өткен болатынмын, 3 тіл бойынша. Енді осы жерде көз технологиясының негізгі компоненттері негізінен 4C компоненті деп аталады. 4C дегеніміз, яғни C әрпі 4 түрлі мағынаны білдіреді. Content, communication and foundation culture. Яғни content дегеніміз, біз сабағымызды өту барысында
өзіміздің тілге қарай қатты оқып кетсек, өзіміздің тілмен бірге химияның теорияларын, тақырыптарын барлығын қарастыруымыз керек. Communication, яғни ол жерде ағылшынша химияның тақырыптары арқылы балалар бір-біріне пікір алмаса алу керек. Cognition, яғни таным, яғни жоғарғы деңгейде ойлай алу керек. Және culture, ғылым мен тілді мәдени контекстте ұғыну. L деген learning, үйрену, integrated, кіріктіру, language, тіл деген мағынаны білдіреді. Енді бұл жерде біз бәріміз білеміз, дәстүрлі біздің сабақтарымыз қандай кезеңдерден тұратыны, иә? Енді бұл жерде Clean технологиясы бойынша сабақтарда тұрған кезде кішкене өзгешелік болады. Ең бірінші warm up кезеңі дейді, яғни ол біздің дәстүрлі сабағымызда да бар, қызығушылықты ояту, балалардың қызығушылығын ояту. Одан кейін екінші, яғни маңызды кезең, осы Clean технологиясы бойынша vocabulary input, яғни ол жерде біз алда өтейін деп тұрған түсіндірейін деп тұрған тақырыптың термин сөздерімен міндетті түрде таныстыруымыз керек. Яғни алдағы уақытта осы сабақта қолданылатын сөздерді. Content explanation, яғни біз өзіміз рөлді алып, сабақты ағылшынша, қазақша, егер орысың болса, орысша, қазақша түсіндіруіміз керек. Одан кейін interactive activity, бұл дәстүрлі сабағымызда да бар, яғни белсенді тапсырмаларды орындау. Одан кейінгі кезең language support, яғни бұл жерде балалар күнделікті қолданып жүрмегеннен кейін кіріктірілетін тіл бойынша мұғалімге қолдау. Осы жерде мұғалім қолдау беруі керек. Яғни бұл жерде language support, бұл жерде тест жұмысы ретінде немесе дайын сөйлемдерді, яғни сұқпаған сөздерін қою арқылы сондай қолдау жасайды. Одан кейін ең соңында assessment бағалау. Енді бұл жерде мен бір сабақ ретінде, мысал ретінде иондық байланыс 8-ші сыныптағы, химия пәнінің 8-ші сыныптағы иондық байланыс тақырыбын алып келдім. Яғни ең бірінші біз әдеттегідей сабақтың мақсаты мен міндеттерін айқындап аламыз. Енді ең бірінші warm up кезеңі қызығушылықты ояту, яғни бұл жерде миға шабуыл ретінде қолдансақ болады. Бұл жерде анимация ретінде электрон қозғалады, ең соңындағы электрон жаққа қарай өтеді, осы жерде балалардан сұрауымыз болады. Не себепті ол жаққа өтіп тұр? Одан кейін электрон өткеннен кейін зарядтар пайда болады да, екеуі бір-бірімен электростатикалық шарқылы бір-бірімен байланысады. Енді осы жерде балалардан өздерінің пікірлерін сұрау керек болады. Балалар әртүрлі пікір айтуы мүмкін, және бұның жауабы алдағы сабақ барысында белгілі болады. Осы жерде сұрақ қоюымыз керек. Why does sodium share an electron with fluorine? Яғни натрий өзінің электронын не себепті фтормен бөлісеміз деген сұрақ болады. Келесі осы жерде енді алдыңғы vocabulary input, бұл жерде осы иондық байланыс тақырыбында кездесетін сөздерді, термин сөздерді үйретуіміз керек. Atom, ion, anion, cation, electron, bond, charge, positive, negative, transfer, molecule. Осы сөздердің барлығын біз айтуымыз керек, және балалар міндетті түрде бізде кейін қайталау керек. Осы жерде ең маңызды болып табылады. Енді арқада мұғалімнің рөлі кетеді. Осы жерде locus out electron, gain and electron деп, осы жерде қай элемент электрон береді, қай элемент электрон қабылдап алады, соның барлығын балаларға түсіндіріп, терминдерді қолдана отырып түсіндіру керек. Осы жерде енді атом күйі мен ион күйі, яғни бізде тақырып иондық байланыс қой. Атом мен ионның айырмашылығын түсіндіру керек. Не себебі атомдар, олар біз балалар біледі, олар бейтарап бөлшектер екен, ал мына жерде иондар, оларда электрон мен протонның саны бірдей болмайтындығын білдіріп айту керек. Және осы жерде content explanation кезеңінде
осындай видео кинометафора әдісі қолданылады, яғни бәріміз қолданамыз. Бұл жерде видеоролик көрсетуге болады. Бұл жерде балалар анимациялық видеоларды өте жақсы көреді ғой. Ал осы тақырып мына жерде анимация ретінде жақсы көрсетіледі. Кішкене жүргізіп жүргізіп. Да, видеоны қосасыз. Видео жаңа балапандар видеосын қосшы. Мына жерде бала текшереміз, екі бала ойнап отырады, текшелес бір орында тұрмайды, одан кейін шешімін табап, біреуін мына жаққа берсе, олар тік кейіп тұратын болады. Ең соңында қарай жүрсеңізші. Ең соңында бір-бірімен электрондарды берген кезде бір-бірімен қатысында, яғни бұл жерде электростатикалық күш қандай жағдайда пайда болады, заряд болған жағдайда пайда болады деп мына жерде термин сөздермен қолданылады. Келесі интерактив активити, яғни біз тапсырмаларды беруіміз керек, яғни бұған дейінгі мұғалім түсіндірген сөздердің барлығын сөйлемде қолдану арқылы балалар сөзді ары жаттайды. Жалпы сөздерді қайталай беретін болсақ, сабақта әр сабақ сайын сөздерді қайталай беретін болсақ, балалардың ойында қалып қалады, олар тезірек жаттап алады. Енді бұл жерде мына жерде ең осы тапсырмаларда ТИЛ технологиясын кіріп тұру барысында, шетелге кіріп тұру барысында ең маңызды жұптық жұмыс деп мен тиімді деп айта аламын. Себебі екі бала бір-бірімен пікір алмасу арқылы талқылауға тапсырмалар беріледі, соны орындау арқылы өте жақсы түзіп шығады балалар. Енді мына жерде осы жерде айтқым келеді, бұл жерде әдістер STS, TS және SS. Бұл не деген әріптер дейтін болсақ, S дегеніміз студент, яғни ол оқушы. T дегеніміз teacher. Яғни студент өзінің түсінбеген мұғалімнен сұрайды, мұғалім оған қайтадан түсіндіреді. Ал мұғалім ең алдымен өзі түсіндіреді, одан кейін оқушыдан кері байланыс алады. Ал студент дегеніміз ең тиімді әдіс, яғни оқушы бір-біріне өздері. Мысалы, бір сыныпта әртүрлі деңгейде балалар отырады. Бұл жерде жақсы қабылдайтын балалар, кішкене кештеу қабылдайтын балаларға түсіндіретін болса, бұл жерде өте жақсы нәтиже ала аламыз сабақта. Енді осы жерде language support балаларға біз тілдік мақсатта қолдау беруіміз керек. Қолдау беру үшін біз дайын шаблонды береміз, сөйлемнің шаблонын береміз. Яғни мына жерде содиум хлорид деп жазылып тұр, содиумның орнына басқа металды қойып, сөйлемді арқасында қолдана берсе болады. Себебі металдардың барлығының рөлі бірдей. Хлорид ол бейметалл, оларда күйеуді байланыс кезінде рөлі бірдей болғандықтан осы жерде бала кез келген өзіне ұнаған элементті қойып, ағардан тапсырманы құрастыра алады, сөйлемді құрастыра алады. Енді қорыта айтатын болсақ, ТИЛ технологиясы арқылы химия пәнін оқыту тек пәндік білімді ғана емес, тілдік дағдыны да қалыптастырады. Бұл әдіс оқушыны білімге ғана емес, өмірлік құзыреттілікке де үйретеді. Жаңартылған білім мазмұны аясында ТИЛ тәсілі болашақта бағытталған тиімді құрал. Осы ТИЛ технологиясын қолдану арқылы біз келешекте бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелей аламыз деп ойлаймын. Thank you for having құрметті біздің желіден Зульмира және Дидагүл апайлар эфирдесіздер ме? Дауысым естіліп тұр ма? Рахмет сіздерге. Алдына мына жаққа тұрсаң, сонда бері қарап тұрсаң, сонда эфирге көрінесіз. Құрметті әріптестер, енді сізге рахмет. Асия Амангелдіқызы. Мына жерде тек қана бір-бірімізбен сөйлесіп немесе тұрып айту үшін келген жоқпыз. Сізге менің ұстазым рахмет деп тұрмын. Мектеп ұстазымен сәнді, мысалы мектепті қазір ата-ана таңдайды. Біздің кезіміздегі мектеп баратын деп ара салмайды. Қай мектеп жақсы, мұғалім қандай жақсы ма, жақсы сабақ береді ма, мектепте тәртіп бар ма деген мектепті өздеріңізде ата-анасыздар. Мен апамын, трижды апамын, мысалы үшін, мен қазір бірінші сыныпқа мен немерем бару керек. Мен глубоко переживаю, страдаю. Қай мектепке апарсам, ең соңында пришла к выводу, что я должна вести своего внука
свою школу. Мен даже мұғалім деп қарап қойдым. Себебі ол мұғалімнің жетістігі өте тамаша. Екінші ауысымда 60 сабаққа, мен сабаққа кіремін ол кісі сабағына. Екінші ауысымда сағат 6-да. Сабақ ашық сабақ сияқты өтіп жатыр ғой кірсе. Сабақ сабақ мен кірдім, сабақ өтіп жатыр ғой жаңа. Балалар дайын. Сонда мен ойладым, мына ұстаз жүйелі түрде жұмыс істеп жатқан кісі деп мысалы. Алмагүл Сейітжановна мен 10 жылдан астам біз осылай тығыз жұмыс істеп келе жатырмыз. Еш уақытта ешқандай келген топ ренжіп кеткен емес. Бірінші келген кезде біз 160-та істейтінбіз, сол жерге келген топ ренжіп келген. Ол кезде күз болатын, жаңбыр құйып тұрған, айдалада насас кеткен, осы мектепке неғып келдік біз, не деген сұмдықты 160 неге кетті? Ремонтқа кетті да, жөндеу жұмыстан кетті. Түбінен алып тастап, түбінен бекітті. Жаңа мектеп салайын деп жатыр ше. Сол келіп кеткенге ұстаздар риза болып кеткен. Мен бұл жерде өзім ұстазыммен мақтан тұтайын деп тұрмын. Себебі Әсия Амангелдіқызы бізде химия пәнінің ұстазы, өте жас, конкурспен, мектепте ұстаздарды қабылдаған конкурспен қабылдап алғанмын. Мен айттым, сіз біздің мектеп аралас мектеп. Сондықтан маған екі тілді жақсы білетін химик керектігін. Екі тілді де алып жүремін деп. Екі тілді де алып жүреді. Ата-аналардың 100% химия пәні, болашақ медицинаға барамыз, дәрігер боламыз деген ата-аналар өте риза. Себебі өзінің пәнін өте жақсы біледі. Мысалы мына жерде пәніне ден қойып кетті, бірақ КРУ технологиясын қолдана отырып, барлық сабақты қолдануға болады ғой. Жаңа студент, teacher, студент деп тұрады, одан teacher, студент, одан кейін студент, teacher, студент, студент деп тұрады. Барлық сабаққа бірдей қолдануға болады. Осы технология арқылы көп нәрсені үйрете аласыздар. Мен өзім ұстазымды сіздерге мақтан ретінде сабақ тек қана химияны ғана қамтып тұрған жоқ. Барлық пәнге қолдануға болатынын жеткізгім келді. Моңғолияда жаңа біздің Баянды өлкесіндегі ұстаздарымыз қазақ тілінде сол өзіміздің көне заманда қазақ тілінде сөйлеп отырған байқап қалған шығарсыздар, өздеріңіз. Сіздерге мың алғыс. Біздің қазақ тілімізді басқа елде тұрып жатсаңыздар да сондай деңгейде сабақ беріп, барлық артаңызда тұрған әдістемелік жаңа көрнекіліктеріңізде қазақ тілінде тұр ғой, мысалы, бізге шығып, бізбен бірге тығыз жұмыс жасап жатқандарыңызға қазақ халқының атынан, қазақ халқы ұстаздарының атынан мың алғыс білдіргім келеді. Рахмет сіздерге, барлықтарыңызға. Сіздерге де үлкен рахмет. Амангүл Сейітжановна, сізге ерекше рахмет. Жанар апай, сізге де үлкен рахмет. Ал Моңғолиядан Баян өлкесінен Гүлдайгүл апай мен жаңағы Зүлмира апайымыз көп рахмет сіздерге. Ана тілімізді, қазақ тілімізді ардақтап, құрметтеп жүре беріңіздер. Оқушыларыңыз табысты болсын, көбейе беріңіздер. Қазақстан халқы атынан 205 мектептің атынан үлкен алғыс айтамын, рахмет. Енді біз қазір екінші бөлім, практикалық бөлімге кетеміз. Сол ашық сабақтан кейін келгеннен кейін қайттан желіге қосыламыз. Біз сіздермен біргеміз, кішкене сіздер перерыв жасай тұрасыздар, енді ренжімесеңіздер. Енді құрметті сіздер бізге қандай ұсыныс пікірлеріңіз болса айтып өтсеңіздер болады. Барлықтарыңызға көптен көп рахмет. Осындай мүмкіндікте сіздерге өздеріңіздің баяндамаңызды, өзіміздің жаңағы жазған барлық тәжірибемізді сіздерге жеткізіп, сіздердің де өздеріңіздің тәжірибелеріңізді тыңдап, көптеген мағлұмат алдық. Көптен көп рахмет. Қазақ тіліміз жасай берсін. Ана тіліміз әрқашан мәртебесін биік көтеріп жүрейік деген тілегімізді білдіреміз. Енді құрметті ұстаздар, сіздерге төс белгісін бердік қой, көріп тұрсыздар. Қарап отырсаңыздар, осының астыңғы жағында С блок, Е блок деп бөлінген болатын. Содан сіздерді екі группаға бөлеміз. Жарты группа бастауыштың ашық сабағына қатысады, жарты группа Е блок 9-шы сынып биология пәніне қатысады. Сондықтан мына жерде біздің сіздерді ертуші қыздар тұр, өздерінде жазылып тұр, блоктар, кабинеттері. Бірінші сіздерге ұсыныс, қазір біз кішкене перерыв жасап, экскурсия жасатып алайық деп тұр. Аты балалар қазір сабаққа қазір отырып жатсыздар.
Құрметті әріптестер, сәл кішкене көргеннен кейін мына бір ауыз айтпасақ болмайды. Біз сол айту үшін келдік, көру үшін келдік, үйрену үшін көрдік, ой бөлісек деп келдік. Қандай керемет көрінген ерекше көңіл күйіміз сондай. Бүгінгі таңда өз керемет арайдан керемет бәрімізге жақсы көңіл күй сыйлап отыр. Енді сүймайдан ақынға қара сөзбен мен бүкіл ойымды жалпы өлеңмен жеткізгенді сондықтан бүкіл қазақтың бәрі ақын ғой. Рұқсат болса, болашаққа арнап жатқан бар үшін әріптестер, ару қыздар армысың, халықаралық семинарды жасаған осы ұжымға ерекше ой алғысым. Құтты болсын акт залы тамаша. Біз отырмыз жаңа залда жараса, халықаралық деңгейдегі жиындар өте берсін, осы жерде қаласа. Секілді тектілердің үзігі, әдеттігі кішіпейіл қызылы, құшақ жайып бәрімізді қарсы алды 205 мектебінің ұжымы. Монғолиямен байланыстырған біздерді ізет істеріңіз ұлағатты ізгеді, әлі талай келеміз деп бұл жерге мұғалімдер үміттерін үзбеді. Ел алдында маңдай тер көтерген, сапасымен білімін де көтерген Жанар апай, сізге алғыс айтамын. Біз осындай семинарға келген. Клиу деген кіріктіріп тілдерді оқытуда көтерген үміттенді. Әрбір ұстаз пайдаланса клиуді аттап асып бағындырар мың белді. Бұл бір жақсы жиын болды биылғы. Әлсіген қарап тұрсам тиімді, екі тілді кіріктіріп оқытып, әріптестер қолданыңдар клиуді. Қаласы Тәуіз балдан 119 мектеп лицейінің қазақ тілі әдебиетінің мұғалімі Құдайберген Дархан Мамытханұлы. Саран gördüm. Bırak kamera. Çok kıskançlık.